Ал сабағымыздың мақсаты тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және оған сәйкес фотосюжеттерді, суреттерді, сызбаларды таңдау, сипаттау. Мұғалімнің қолдануымен шағын мәтіндегі көптік, септік, тәуелдік, жіктік жалғауларды, сөздерді ауызша жазбаша түрде қолдану. Наш сегодняшний цель урока, жақсы, ары қарай кеттік. Енді бүгін бізде жаңа сөздер. Тоқиды. 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 Вяжет. Бала бақшада. Еще раз громко. Бала бақшада. В садике, да? Ас үйде. Ас үйде. На кухне. Жақсы. Түсінікті ғой, иә? Шағын малый тоқиды, иә? Ал балалар, отбасы. Отбасы моя семья, иә? Менің отбасым. Отбасы сыйластық, жарастық, орнаған орта екен. Отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы. Отбасы отбасында қандай адамдар бар? Какие названия? Назовите. Отбасында ата, әже, әке, аға, сіңлі, немесе қарындасы, әпке, да? Бір сөзбен қалай айтамыз? Отбасы деп айтамыз. Жақсы, иә? Ал жақсы балалар, енді отбасы мүшелерін атап берейін. Отбасы мүшелерін атап, және жіктік жалғауларын қосып айтып үйренейік. Ата, әже, әке, ана, қарындас, іні, әпке, сіңлі, ағам. Енді будем добавлять личные окончания, да? Будем вместе с окончанием, да? Менің, как будет? Менің отбасым. Алина? Моя семья, я? Енді менің атам, да? Окончание у нас какое? Менің атам, окончание м, я? Первый. Менің әжем. Мы. Окончание мы будет. Менің әкем. Hadi. Будет. Менің ағам. Алина. Арқарай. Ольга. Окончание. Мен іні. Будет, да? Окончание будет. Жарай, жақсы. Арқарай. Қарындасым. Қарындасым, да? Менің қарындасым. Жарай, Дархан. Менің. Кто здесь? Я покажу. Старшая сестра. Әпке.
Тұрамыз. Свистали. Повторяем за мной, я. Сергіту сәті. Бас бармағын көкейіз. Бас бармағын әкем. Балан үйрек анам. Ортан терек ағам. Шылдыр шүмек әпкем. Кішкентай бөбек мен. Бір үйде біз нешеуміз? Bir үйде biz нешеуміз? Bir үйде biz бесеуміз, ya? Anam, әкем, ағам, әпкем, мен. Bir үйде biz нешеуміз? Bir үйде біз бесеуміз, ya? Жақсы отырыңыздар. Енді балалар, сұраққа жауап берейік. Отвечаем на вопросы, ya? Моя семья добрая, хорошая. Қандай? Айта қойды. Менің отбасым шағын, я? Мы же новые слова проходили. Шағын, малый, я? Шағын. Менің отбасым шағын. Ал Рамазан, сенің отбасың қандай? Тұра ғой. Тұра ғой, Рамазан. Сенің отбасың қандай? Скажи, менің отбасым. Моя семья большая. Менің отбасым үлкен. Я? Менің отбасым үлкен, Расмина. Расмина, сенің отбасыңда сенің отбасыңда неше адам бар? Расмина, сенің отбасыңда неше адам бар? Алина, сенің отбасыңда неше адам бар? Менің тұрып айта ғой. Менің 5 адам бар, ya? Жақсы, молодец. Жақсы, өте керемет, тамаша. Атаң, әжең бар ма, Милана? Тұра ғой. Атаң, әжең бар ма? Менің, скажи. Атам, әжем бар, ya? Менің атам, әжем бар. Жақсы. Сенің інің қарындасың бар ма, Рамазан? Сенің інің қарындасың бар ма? Менің інің қарындасым бар. Да, молодец. Менің інің қарындасым бар, ya? Жақсы. Сұраққа жауап бердік, ya? Жақсы. Өте керемет. Ал жақсы балалар, бүгінгі тақырыпты біз кімдер туралы өттік? Каково мы сегодня проходили? Жақсы, менің отбасым, ya?
Mening akim. Agar подсказка можно? Можно я? Yaxshi. Можно я? Keling, Olga. Kim bu? Она. Она. Mening anam. Qanchalik добавлять? Mening anam. Yaxshi. Qarang. Tarqan shog'ir. Kim? Mening ajim. Yaxshi. Kel o'g'il, Malik. Kim? Mening singlim. Молодец, yaxshi. To'g'ri so'zlayapsiz. Mening singlim, ya? Yaxshi. Kim qoldi? Kim? Mening qarindoshim, durust aytadi. Yaxshi. Keling. Mening qarindoshim. Mening qarindoshim, ya? Yaxshi. Alik chiqshi. Kim? Mening edim, deydi. Yaxshi, durust.